Баршаңызға қайырлы күн, достар, сіздермен Еркежан. Бүгін сіздерге дастарханға қоя сала жоқ болатын тойымды 2023 жылдың хиті болған теплый салатты дайындаймын. Міндетті түрде видеоны өткізбей соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, жандағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 300 грамм тауықтың төс етін жуып, тазалап, орташа көлемде ұзыншалап турап аламыз. Көлемі өте майда емес, өте ірі емес, осындай болса жеткілікті. Жартылай тәтті перецтеріміз, яғни полугорки перецтерімізді да орташа көлемде ұзыншалап турап аламыз. Сельдерейіміз бен көкпиязымызды да орташа етіп тураймыз. Екі дана чесногымызды майдалап, төрт бұрыштап турап аламыз. Қызып тұрған тавамызға сұйық майымызды құйып, туралған тауықтың төс етін саламыз. Үстінен дәміне қарай тұзымызды, туралған чесногымызды және қара бұрышымызды салып, баяу отта 10-15 минут бұқтырамыз. 15 минут өткеннен кейін үстіне полугорки перецтерімізді салып, араластырамыз. Үстінен 2 ас қасық соя соусын қосып араластырамыз. Ыстық салаттармен тағам маринаттағанға дәл осы соя соусының қою түрін қолдансаңыздар, тағамға өте ерекше дәм береді. Салатымыздың үстіне туралған сельдерей мен көкпиязымызды қосамыз. Ең соңынан кішкентай тұздалған қиярларымызды, яғни корнишонына қосып, бір араластырып аламыз. Міне осымен біздің тойымды әрі дәмді, жасалу жолы оңай салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.